Видеоны көрмес бұрын мен Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Есімбекова Майра, мен каналыма қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін көріп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен осындай сүтке иленген дәмді нан пісіреміз. Лепешканың дәмі енді керемет, жұмсақ, өте тез дайындалады. Оңай тәсілі. Ал бастайық. Осы сүтімізге, жылы сүтімізге сары майымызды, қантымызды, тұзымызды, аштқымызды салып, араластырып, ертіп аламыз. Сүтіміз жылы болу керек. Одан кейін үстіне 2 жұмыртқамызды жарып, араластырамыз. Ал 1 жұмыртқамызды лепешкалардың бетін, яғни нанымыздың бетін, күлше нандарымыздың бетін жағу үшін алып қаламыз. Осы 1 жұмыртқа күлшенің бетіне алып қаламыз. Бетіне жағу үшін қойып қоямыз. Оны қосып жібермеңіздер. Одан кейін осылай ұнымызды салып, қолымызға аз ғана жабысқақ болатындай қамыр илейтін боламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр болады. Міне қолыма аз ғана жабысып, осылай жабысып тұр. Видеода көрініп тұр. Енді ашқан қамырымызды осылай столдың бетін және алақанымызды майлап алып, қамырдың бәрін столдың үстіне осылай қойып, бөлшектерге бөліп дайындап қоямыз. 130-150 граммнан бөлсеңіздер болады. Міне осылай бөлшектерге бөліп дайындап қоямыз. Одан кейін бетін жауып қоямыз таза орамалмен. Ол кішкене көтерілуі керек. Осы рецепт өте оңай және өте дәмді. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Осы рецептпен ешқандай қиындық тудырмайды. Уайымдамаңыздар. Барлық ингредиенттердің бәрін осы видеоның астына жазып қоямын. Міне осындай көтеріліп әдемі болады. Оға дейін жұмыртқамызды жарып, 1 ас қасық сүтімізді құйып, араластырып дайындап қоямыз күлшенің бетінен жағу үшін. Міне қамырымыз әдемі болып үлпілдеп, көтеріліп дайын тұр. Осыны табамызға салып, ортасын кішкене басыңқырап қолымызбен формасын келтіреміз. Міне дайын болып тұр. Қолымызбен ортасын кішкене шұңқырлаймыз. Осылай бәрін шұңқыр жасап шыққаннан кейін, жаңа жасаған 1 жұмыртқамызбен, сүтімізбен араластырып қойып қойған сұйықтығымызды бетіне жағып шығамыз. Содан кейін бетіне күнжіт немесе максиу 200-180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Осы жерде міне бетін жабуды ұмытпаңыздар. Осылай ортасын шұңқырлағаннан кейін тағы да бір 10 минутқа қойып қоюымыз керек. Міне осындай әдемі болып, дайын болып тұр көтеріліп қамырымыз. Бетіне осындай күнжіт немесе максиу ысып тұрған пешімізге жібереміз. Достар, осы рецептпен пісіріп отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді болып піседі. Сіздермен болған Есімбекова Майра. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астына пікір қалдырып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Қазір сіздерге осы кесіп ішін көрсететін боламын. Міне осындай керемет нандар пісті. Өте жұмсақ, тәтті. Астарыңыз дәмді болсын. Отбасыларыңызды осындай ыстық нанмен қуантып, дастарханыңыздың сәнін келтіріп жүре беріңіздер.
Рахмет.